Ассалаумағалейкум. Мен Айтбаев Еркінғазы Жұмағазыұлы. Қазіргі Амангелді ауданының жанындағы Есір деген шағын ғана елді мекенде туып өскем. Ең алғаш мектеп табалдырған 6 жасымда сол ауылдағы Нұрғали Мейірманов атындағы орта мектебінде оқыдым. Сол мектептің түлегімін. Енді мектеп кездегі қызықтарға келетін болсақ, мектеп кездегі қызықтар өте көп. Біз өзі 13 бала оқыдық. Оның ішінде 9-ы ұл, 3-еуі қыз. Ұлдар көп болғандықтан ба көп бұзықтық жасайтынбыз. Сонда енді қызықтарға келетін болсақ, бізде ағылшын пәнінен беретін мұғалім өте қатаң болатын. Тапсырманы үйіп-төгіп беретін. Содан жаңағы ағылшын сабағынан қашып, сол тапсырманы орындамай, келесі күні сабаққа бармаған болатынмын. Өзім анам сол мектепте жұмыс жасайды. Сол анам айтқам, мен ауырып жатыр деп айта салыңызшы деп. Содан бір сағаттан кейін үйге директор мен мұғалім класс жетекшім келеді. Сөйтіп қарасам, қасында жаңағы класстастарымнан бір-екеуі бар, сөйтсем барлық сабаққа бармаған екен. Сондай қызықтар болған, одан сабақтан қашқан кездеріміз бар. Енді ең алғашқы жазған өлеңіме келетін болсақ, мектеп кезінде өзі 3-4 сынып оқып жүргенде бастауыш кезінде шығарма жазу деген болатын еді ғой. Сонда шығарманың ортасына 4 жұмақтан өлең шығарып отыратын. Үйдегі өзім папам сол мектеп кездегі біздің жаңа 1 класстан 11 классқа дейінгі барлық сабақта өткен дәптерлердің барлығын жинайды ол кісі. Сондағы дәптерлерді қарап отырсам, жаңағы қаншама өлеңдер бар екен. Демалыс кезіндегі каникулда балалар бір-бірін қуып ойнайды, қыздар болса ұлдардан жұдырық алмай қоймайды деген бір 3 класста шығарған өлеңім болу керек. Ең алғашқы шығарған өлеңдерім сол деп ойлаймын. Ал енді бертінде өзіме қатты ұнайтын өлеңдердің бірі «Өкпелемеші» деген өлең бар. Сол енді өсе келе көбіне тақырыптар махаббат жайында болып жатыр. Одан кейін оқу бітіргеннен кейін де Арқалық мемлекеттік педагогикалық институтына оқуға түстім. Қазақ тілі мен қазақ әдебиеті пәніне. Сонда да біздегі жаңа кафедрадағы мұғалімдер айтатын, Еркінғазыны ренжітпеңдер, ол сезімнің адамы, тез ренжіп қалады, махаббаттың адамы деп. Сол жаңа өлеңдеріме қарасам, шынымен де өзім көбіне махаббат тақырыбында өлеңдер жазады екем. Жалпы үйде немеренің жаңағы ұлдың үлкені болғандықтан, атамның баласы болдым. Жаңа 1-2 курста атам мені жаңағыдай туыстардың үйінде жатқыздырмай, общагаға да жатқыздырған жоқ, қиналып қалады деп, бір өзіме арендаға квартира алып берген болатын. 7 сайын ауылға шақырып тұрады, 7 сайын ақша беріп тұрады. Сол енді үйдегі берген дайын асқа өте біртүрлі оңай келіп жатқан ақша сияқты болып көрінеді ғой. Сондықтан енді 3-ші курс оқып жүрген кезінде атам қайтыс болды. Одан кейін ақша беруде тоқтады деген сияқты ғой. Одан кейін енді өзім ақылы бөлімде оқығандықтан кішкене еңбек етіп ақша табайын деген ой болды. Сөйтіп нелерге баратын, кафелерге официант болып тұрайыншы деп, ақша табайын деп, бірақ оларда да орын болмай, сөйтіп неге мен бет ашып көрмеске, той басқарып көрмеске деген ой болды. Сөйтіп ең алғаш 3-ші курста Арқалықта Сайора деген тойханада бет ашқан болатын. Өмірімде бірінші рет 200 адам. Сонда бет ашып, ол кезде бет ашқанды тамада алады. Ал бет ашқан балаға 15 мың ғана береді. 15 мың тапқан болатын. Сөйтіп енді оңай келген ақша емес, қаншама еңбек кетті, өзім шығарып түні бойы домбыраны да бет ашуға арнап сол жерде мақам үйреніп,
солай қиналған болатын. Енді одан кейін де қаншама енді сол кезде тапқан ең алғашқы еңбек ақым болатын. Сол еңбек ақыммен оқуға баруыма, жолға, сондайға жұмсадым. Ауылға баратын кезінде таксиге деген сияқты. Сонда ең алғашқы тапқан еңбек ақым өзіме тәтті болатын. Енді айтысқа келетін болсақ, ең алғаш ақындар айтысына 8-ші класста ағайым Балтазар Ізтілеу ағайым жаңағы облыстық айтысқа апарған болатын. Сонда ең алғаш 2-ші орын алып, одан кейін сол айтыс өнеріне қатты қызығушылығым оянған болатын. Одан кейін студент кезімізде де өзімнің деканым Айбек Қалиев болды. Қазіргі таңда айтыстың ақтаңгері болып жүрген ұстазымыз. Сол кісінің тәлім тәрбиесін алып, енді айтыс кезінде деп айтпай қояйын, бірақ өзіндік бір орны болатын. Қазіргі айтыста кеше ғана бір сұхбатында Жандарбек Бұлғақов ағамыз айтып жатыр. Қазір есік алдында айтыс болса, есікті ашпай далаға шықпаймын деп, есікті іштен жауып аламын деп. Сондықтан бұның да бір себебі республикаға, Қазақстанға танымал өзіндік орны бар ақындарды ауылдарда, өзінің ауылында, ауданында көп бағаланбай жатыр. Сондықтан болар деп ойлаймын. Қазір ақынның бағасы болмағандықтан айтыстың да құны түсіп бара жатқан секілді. Ал енді асабалыққа келетін болсақ, қазақтың қуанышында, қазақтың бас қосқан жерінде төбе көрсету, сол қазақтың қуанышына қызмет атқаруда оңай емес. Кез келген тойда да өзінің ауыры мен қиын жақтары болады. Халықтың көңіліне шықпай жататын кездер болады. Десе де мынау қазіргі енді басқа ақындар, асабалар ренжімес деген ойдамын, бірақ қазіргі айтысқа шыққаннан гөрі осы ойдағы өнерді қазақтың қуанышында бөліскен мың есе артық деп ойлаймын. Өйткені аз да болса қарапайым халықтың бағасын алу, олардың қошеметін алу деген мен үшін үлкен мәртебе деп ойлаймын. Қазір шынымен де ауылда талантты балалар, әншілер, ақындар өте көп. Олардың бойында енді ұяттық та, қорқақтық та бар деп ойлаймын. Себебі олар көп еңбектенбейді, көп ұялшақтайды, қысылады, қызығушылықтары көбіне басында оянғанмен ары қарай дамымай жатады. Себебін айтатын болсам, енді қазір ақындар көп, елімізге танымал өзіміздің жерімізден де шыққан дарындылар көп қой. Айбек Қалиев ағайымыз, Әлпия Орманшина, тағы да өзіміздің жергілікті Тоба Өтепбаев, Батырлан Сағынтаев, Балтазар Ізтілеу сияқты ақындарды жылда шақырып тұрса, мысалға Айбек ағайымызды шақырып, оқушылармен аздаған болса да сұхбат алып, олармен өзінің ойын бөлісіп тұрса, өзіміздің жергілікті жаңағы өсіп келе жатқан ақындар болсын, әншілер болсын, кішкентай бүлдіршіндер, сол жалпы ақынның ғана емес, әншінің, кез келген өнер адамының өз халқына алатын орны бар екенін, бағасы бар екенін білетін болса, кез келген жас өспірім жаңа қызығады, олардың қызығушылығы оянады деп ойлаймын. Одан кейін сол ағаларына ұқсағысы келіп, еңбектеніп, үлкен жемісті нәтижелер көрсетеді деп ойлаймын. Енді өзім де жаспын, десе де мынау қазіргі өзімнің құрдастарыма, кейінгі өсіп келе жатқан інілеріме, бауырларыма, қарындастарыма тек қана айтарым, жаңағы оқу керек, білім керек деп ойлаймын, іздену керек. Адам баласына жалпы үй, дүние, ақша дегендерді
тартып ала аласың, бірақ бастағы білімді ешкім де тартып ала алмайды. Сондықтан осы ең бастысы миға қорек жинау керек деп ойлаймын. Білу керек, іздену керек, оқу керек. Енді менің де білгенім 1.9, білмегенім 99. Ешкімге ақыл айтатын жаста емеспін. Десе де біздің де дәуіріміз келе жатыр деп ойлаймын. Біздің де заманымыз келеді. Сондықтан тек қана оқу керек, іздену керек. Сол жиған білімнің барлығы ертең бір жақсы нәтиже, болашақта үлкен нәтиже шығарады деген ойдамын. Енді достарға келетін болсақ, достарым өте көп. Әр кезеңде өзіндік достар да болды. Оқушы кездегі, студент кездегі, одан кейін үлкен өмірге қадам басқандағы достар, қаншама достар болды. Ренжіп есігімді бір теуіп кеткенде достарым болды. Қанша қиыншылық кезінде де қасында қалған достарым да болды. Енді махаббат жайына келетін болсақ, өлеңдерімнің барлығы махаббат жайлы, ғашықтық жайлы болғанымен, өте қатты өліп өшіп сүйген махаббат оқиғасы болған жоқ. Сондықтан менің ойымша әзірге махаббаттан қарағанда достыққа деген махаббат артығырақ сияқты. Енді жалпы өнер жолына келгенде де ең алғаш жаңағы айта кеткендей, кез келген айтыстарға барсам жанында жүрген Балтазар Ізділеу ағайымның қолдауы болды. Одан кейін оқуға түскенде де жаңағы айтыстың ақтаңгері ұстазымыз Айбек ағайымыздың да үлкен қолдауы болды. Жаңа үлкен жетістіктерге жетіп жатсақ та, кез келген жерде орын алып жатсақ та, сол ағайларымның үлкен қолдауы, олардың бір демеуі болды деп айта аламын. Одан кейін жаңағы өзімнің инстаграмдағы жұмысымда да көбіне айтып жатады адамдар, реклама үшін, тек жарнама үшін, өзінің атағын шығару үшін ғана деп. Бірақ ол менің өзімнің хоббиім, өзімнің жазған жырларымды сондай жарнамалап отыруды, халықпен бөлісуді өзім жақсы көремін. Сонымен қатар адамдардың жазған пікірлерінен мен өзім шабыт алам, солардың қолдауынан шабыт алам деп айта аламын. Одан кейін ең бастысы үйдегі ата-анамның қолдауы. Солардың қайбір айтысқа, қайбір жолға шықсам да, кез келген тойға барсам да, үйде тақымын қысып, шын жүректен сәттілік тілеп отыратын сол кісілердің қолдауы мен үшін ерекше деп айта аламын. Енді 10 жылдан кейінгі Еркінғазы, қазіргі өсіп келе жатқан, жаңағы айта кеткендей, жас қарындастарымызға, інілеріміз үлгі алатындай, үлкен ағаларымыз мына менің бауырым деп айта алатындай, қаншама өнерлі жастар мына менің ұстазым деп айта алатындай шәкірттер тәрбиелеп, елге сыйлы Еркінғазыны көре аласыздар деген ойдамын. Сол Еркінғазыны өзімде көргім келеді. Мен сенем, осы бүгінгі сұхбатымыз жаңа өсіп келе жатқан, басында айта кеткендей, жастарға деген жігерлі сөздеріміз оларға үлкен мотивация береді дегенге мен сенем. Және де осы мен сенем жобасы әр адамның керегіне жарайтын сұхбаттар, керегіне жарайтын дүниелер шығаратынына мен сенем.